Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен ерекше Рафаэлло тортының рецептімен бөлісетін боламын. Корждары өте жұмсақ, ауызда ериді. Рецепті көру үшін соңына дейін қараңыздар видеоны. Біздің тортымызды жасау үшін алдымен коржын жасайтын боламыз. Оған ыстық су, сұйық май, жұмыртқа, қопсытқыш, қант және ұн керек. Жұмыртқаларымызды миксермен жақсылап миксерлейтін боламыз. Сәл жұмыртқамыз көпіршіп, көтерілген кезде оған аздап отырып қант себеміз. Видеодағындай үлкен көлем екесе ұлғайып, көбейген кезде жұмыртқамыз оның үстінен сұйық маймен ыстық суымызды қосып, жақсылап миксермен тағы араластырамыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұнға араластырамыз да, ұнды аздап отырып, миксермен асты үстіне қаратып отырып, жақсылап миксерлейміз. Дәл осылай миксерлеп болған соң біздегі масса осындай болуы тиіс. Енді осы күйінше формаға қызып тұрған пешке салсаңыздар болады. Болмаса менікіндей етіп 3 бөлікке бірдей кесеге құйып алып, әр коржды осылай формаға салып, бөлек-бөлек пісіріп алсаңыздар болады. Мендегі формамның диаметрі 22. Сіздер қалаған 24 диаметрмен, 20 диаметрмен жасасаңыздар да болады. Мен мұнда бірінші коржымды пісірейін деп жатырмын. Осылай жеке-жеке әр коржымды жеке отырып пісіріп алатын боламын. Менің корждарым толықтай пісті, оны суытып аламыз. Қарап тұрсаңыздар, корждар осындай нәзік, жұмсақ болады. Енді осыған суыған соң пропитка жасайтын боламыз. Сүтімізге кокосовый стружканы қосамыз, қант қосамыз және жақсылап араластырамыз. Сосын қалаған жаңағы өзіміздің кондитерлік осындай щеткамен, болмаса қолымызбен әр коржыны осылай себелеп шығамыз. Корждарымыз жаңағы сіңгенше крем әзірлейтін боламыз. Салқын кілегейімізді ыдысымызға құйып, 2-3 минуттай кішкене өз-өзін ұстағанға дейін миксермен шайқап аламыз. Және оның үстіне сгущенканы саламыз, қант ұнтағын саламыз да, тағы 5 минут, 6 минуттай крем өз-өзін ұстағанға дейін жақсылап миксерлейміз. Менде мұнда крем дайын болды. Енді ыдысымды алып, астына аздап крем жағамда, кальцо арқылы осы тортты құрайтын болам. Бірінші коржымды салып, оның үстінен кондитерлік қапшыққа крем салам. Сіздер қаласаңыздар қасықпен, болмаса басқа да нелермен салып отырсаңыздар болады. Бірақ кондитерлік қапшықпен салсаңыздар, барлығы бірдей жаңағы жағылатын болады ортасындағы крем. Өте керемет болады. Бізде пропитка болғандықтан бұл торт өте жаңағы құрғақ болмайды, өте нәзік, ауызда жеген кезде еріп кететіндей, сондай тәтті торт болады. Менде мұнда 3-ші коржым, ең соңғы жаңағы кремін жағам. Және мысалға кешке істесеңіз, бір түнге қойсаңыз болады. Болмаса кем дегенде 2 сағатқа қойып қойсаңыз болады. Менде онда 2 сағаттай тұрды. Енді шпательдің көмегімен торттарымды тегістеп аламын. Тегістеп алған тортыма кокосовый стружканы сеуіп шығамын. Және қалған кремімді кондитерлік қапшыққа гүл насаткамды салып, осылай сәндеп шығамын. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша
басқа да түрлі жемістермен, басқа да жаңағы крем нелермен сәндесеңіздер болады. Өте дәмді, сондай Рафаэлло кәмпитінің дәмін сездіретін сондай өте тәтті торт болады. Достар, осымен тортымыз жасалынды. Менің YouTube арнамда басқа да түрлі торттардың, пирогтардың рецептері бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Егер де менің жасаған рецептеріммен жасап жатсаңыздар, пікірлеріңізбен менің комментарияма бөліссеңіздер болады. Мен барлығын оқитын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Меруерт.